Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығы бойынша кезекті лекциямызды жалғастырамыз. Дәрісіміздің бүгінгі тақырыбы әкімшілік құқықтық нысандар және түрлері. Дәрісіміздің мақсаты әкімшілік құқықтық нысандар және түрлерін жан-жақты талдау. Дәрісіміздің мазмұнына келетін болсақ, бірінші әкімшілік құқықтық нысандар және олардың саралануын талдаймыз, және екінші әкімшілік құқықтық тәсілдер және олардың саралануын меңгеріп шығамыз бұйырса. Мемлекеттік басқарудың нысаны атқарушы билік органының немесе лауазымды адамның өзінің құзыретінің шеңберінде жүзеге асырылған және белгілі бір құзыретінің шеңберінде жүзеге асырылғаннан кейін салдарлар туғызатын қызметтің сыртқы көрінісі болып табылады. Мемлекеттік басқарудың туғызатын салдарларына байланысы ол нысанның түрлеріне қарай ажыратылып отырады. Осылардың ішінде құқықтық нысандарына байланысты мыналар жатқызылады. Бірінші, нормативті құқықтық актілерді дайындау және қабылдау. Яғни бұл жерде құқық шығармашылық деп те атауға болады. Екінші, жеке нормативтік актілерді шығару, немесе бұны құқық қолданушылық деп атаймыз. Үшінші, әкімшілік құқықтық шарттар жасасу. Төртіншісі, әкімшілік іс жүргізушілік әрекеттер жасау. Бесінші, заңды мәні бар өзге де әрекеттерді жасау. Жеке құқықтық актілерді шығару бұл көп жағдайда құқық қолданушылық болып табылады. Яғни, құқық нормасын адрестік қолдану бойынша қызмет, мысалы, қоршаған ортаны ластайтын кәсіпорындарға айыппұл санкцияларын салу сияқты мысалдарды келтіруге болады. Әкімшілік құқықтық сөздік қорда нысан атауының тағы бір түрін қолдану кездеседі. Бұл басқарудың ұйымдық құқықтық нысандар болып келеді. Олардың қаралып отырған басқару нысандарынан айырмашылығы, олар ретінде қандай да болмасын бір қызмет аумағында не аясында жұмыс істейтін атқарушы билік органдарының әрқилы түрлері түсіндіріледі. Мысалы, бұл ретте сала аралық құзыреттің тиісті көлемі берілген атқарушы органдарды жобалап түсіне отырып, сала аралық басқарудың ұйымдық құқықтық нысандар туралы айтуға болады. Осындай жобада мемлекеттік басқарудың ұйымдық құқықтық нысандары, мысалы, сауданы, денсаулық сақтауды және басқа да объектілерді басқару туралы айтады. Құқықтық нысандар белгілі бір заңдық салдарлардың болуына әкеп соқтырады. Құқықтық нысандар әрқашанда сыртқы және айқын көрінісі бар заңдық салдарлар туғызады. Бұл атқарушы билік субъектілерінің кез келген іс-әрекеттері оларды істеу міндетті түрде құқықтық салалардың пайда болуына әкеп соқтырады. Құқықтық емес нысандарға келіп тоқталатын болсақ, бұлар тікелей заңдық салдарларға әкеп соқтырмайды, өйткені оларды істеу басқарудың құқықтық актілерін шығарумен байланысты емес. Мәселен, олар құқықтық нысандарға тән болатын әкімшілік құқықтық қатынастар туғызбайды. Бұл құқықтық нысандарды қолдануға немесе оларды кейіннен іске асыруға көмектесетін әртүрлі ұйымдастырушылық іс-әрекеттер істеу. Мемлекеттік басқарудың әкімшілік нысандарының мынадай түрлері болады, яғни құқықтық нысандарының. Бірінші, әрекетінің сипатына қарай құқықтық емес болып бөлінеді. Екінші, мақсаттылығына байланысты ішкі ұйымдастыру мәселелерін шешуге қолданылады, ал сыртқы органның міндеттері мен функцияларын орындау мақсатында қолданылады. Үшінші, көрсетілу әдісіне қарай ауызша және жазбаша немесе конклюдентті болып бөлінеді. Әкімшілік келісімшарт жасасу бұл тараптардың біреуіне мемлекеттік өкімді өкілеттіктер берілетін келісімшарт, мысалға контракт жасасу. Нормативті құқықтық актілерді дайындау және шығару бұл атқарушы билік органдарына заңнамамен ұйғарылған және тек заңдардың көмегімен ғана бұқаралық мүдделерді қамтамасыз ету мүмкін болмағанда әкімшілік норма шығармашылыққа мұқтаждығымен байланыстырылған. Заңдарды орындау үшін арналған атқарушы биліктің қызметінің негізгі түрі. Тек осы құқықтық нысандарда ғана өктемік өкілеттіктер айқын көрініс табады. Мысалы,
президенттің заңды күші бар жарлық немесе өкімдер шығаруы, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулылар және өкімдер шығаруы. Әкімшілік іс жүргізушілік әрекеттерді жасау бұл қызмет нақты заңды істерді шешумен байланысты қызмет және іс жүргізушілік нормаларымен толықтай реттелінген. Оның мынандай негізгі белгілері бар. Бірінші, бұл қызметте өктемдік өкілеттіліктер жүзеге асырылады. Тиісті қатынастарға азаматтар да, ұйымдар да қатысады. Бірақ бұл қатынастарда басымдылық бұқаралық билік органдарына беріледі. Мысалы, тіркеу, пресс-конференция ұйымдастыру, дауыс беруді ұйымдастыру және тағы да басқалар. Екінші, іс жүргізушілік қызметтің нәтижесі заңды істерді шешу, мысалы, заңды мәні бар құжаттарды қабылдау, азаматтылық беру, санкция қолдану және тағы да басқа. Үшінші, іс жүргізушілік қызмет іс жүргізушілік нормаларымен реттеледі. Бұл нормаларда процеске қатысушылар, олардың құқықтары мен міндеттері, іс-әрекеттерді істеу тәртібі және мерзімдері анықталады. Құжаттарды, шағымдарды рәсімдеу ережелері, шешімді орындау анықталады. Заңды мәні бар өзге де іс-әрекеттерді жасау. Бұл қандай да болмасын құқықтық салдарларды туғызатындығын білдіреді. Атқарушы органдар немесе олардың лауазымды тұлғалары әртүрлі азаматтарға, қоғамдық бірлестіктерге және басқару қатынастарының өзге де қатысушыларына нақты іс-әрекеттерді істеуге, белгіленген жағдайларда міндетті мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға, көлік құралдарын жүргізу құқығына, қару-жарақ алу, сақтау, пайдалану құқығына, аң немесе балық аулау құқығына және тағы да басқа куәлік сияқты ресми құжаттарды беру жатқызылады. Осындай әрекеттердің және олардың салдарларының заңды мәні бар екендігіне сөзсіз, бірақ олар аралық көрініс арқылы көрініс табады. Арнайы құқықтар беру қабылданып қойған құқықтық актілердің негізінде жүзеге асырылады. Басқарудың құқықтық емес нысандарына мыналарды жатқызамыз. Ұйымдық, материалды техникалық әрекеттер. Ал ұйымдық әрекеттер мынадай көрініс табады. Заңнамалардың немесе өзге де актілердің мағынасын түсіндіру, қызметкерлер мен лауазымды тұлғаларды аттестациядан және инструкциядан өткізу, басқару органдарының жұмысын тексеру немесе қорытындылау, төменгі басқару органдарының жетекшілерін қатыстыру арқылы отырыстар, мәжілістер өткізу, екі министрліктердің алқаларын, біріккен отырыстарын және өзге де іс-шаралар өткізу. Материалды техникалық әрекеттер мыналармен байланысты. Бірінші, органдардың және лауазымды тұлғалардың жұмысын қамтамасыз ету үшін ақпараттық анықтама жүргізумен. Бұл екіншісі, іс қағаздарын жүргізу, яғни хат алысу, құжаттарды көбейту, көшірмесін дайындау, оларды сақтау сияқты. Одан кейінгі тіркеу, яғни онда есепке алу жұмыстары мен қабылданған шешімдердің негізінде тағы да басқа қажетті құжаттарды берумен, яғни көрсетіледі. Бұл жерде реестрге кіргізу, тиісті номерін көрсету және тағы да басқа жатқызылады. Мемлекеттік басқару әдістеріне тоқталатын болсақ, бұл мемлекеттік органдардың және олардың лауазымды тұлғаларының, яғни олардың атқарушы билік субъектілерінің басқару объектісіне, яғни басқарылатындарға бағынышты органдар, азаматтар және тағы да басқа объектілерге олардың санасы мен еріктеріне байланысты тікелей және мақсатты түрде практика жүзінде әртүрлі ықпал ету тәсілдері. Мемлекеттік басқару әдістеріне мынандай белгілер тән. Бірінші, мемлекеттік басқару әдістері мемлекеттің еркі бойынша қалыптасады және содан туындайды. Екінші, ереже бойынша олар мемлекеттік қызметті атқару кезінде іске асырылады. Үшінші, мемлекеттік басқару субъектілері мемлекеттің атынан және соның мүддесі үшін пайдаланады. Келесі, төртінші, мемлекеттік билікті өктем өкілеттіліктерге берілгендігі жөнінде. Келесі, бесіншісі, құқықтық және ұйымдық нысандарға ие болатындығы жөнінде. Және келесі, алтыншысы, жан-жақты бағыттылығы болады. Яғни бұл жерде басқару үрдісінің көп түрлілігі мен күрделілігі көрініс табады.
Мемлекеттік басқару әдістерінің түрлерінде тоқталатын болсақ, бұнда универсалды әдістері мен негізгі әдістері болады. Яғни бұл жерде сендіру мен мәжбүрлеу, одан кейін құқықтық әдістер практикада қолданғанда заңды салдарларға әкеліп соқтырады, яғни оларға мыналар жатады: тікелей бөлу, ұсыныс, шешу, келісу. Одан кейін құқықтық емес практикада қолданғанда заңды салдарлардың туындауына әкелмейді, яғни оларға мыналар жатқызылады: қаулы, бұйрықтар, түсіндірме, шешімді дайындау, көрмелер, жарнама, және осы жасалынған шешімнің, яғни шығарылған орындалуын тексеру жатқызылады. Одан кейін басқару ықпалы өзінің мазмұны бойынша, яғни түрлерге бөлінеді. Біріншіден моральдық саяси әдістер, бұл яғни тәрбиелеу, моральдық қолдау, үгіттеу, насихаттау. Одан кейін ұйымдық әдістер, үйлестіру, келістіру, бақылау, субъектінің өз жұмысын ұйымдастыру, яғни бұл жерде нұсқау беру, сілтеу, бағыттау деген сияқты, қадағалау, тексеру, жатқызуға болады. Одан кейін әлеуметтік әдістер, бұнда бақылау, яғни эксперимент жасау, байқау, анкета жүргізу, интервью алу сияқты осы әдістер арқылы жүргізіледі. Келесі психологиялық әдістер, психологиялық аяу, дәлелдеу, кәсіби іріктеу, оқыту, бедел деген сияқты мысалға келтіруге болады. Одан кейін әкімшілік әдістері, яғни әкімшілік юрисдикция, жарлықтар, бұйрықтар, және соңғы экономикалық әдіс. Бұл жерде баға, несие, материалдық қолдау көрсету, сыйақы, жәрдемақы. Енді осы әдістердің барлығы бірін-бірі жоймайды. Яғни бұл жерде тек қана бір-бірін толықтыру арқылы әрбір басқару әдісі қандай да болмасын басқару функцияларын өзінше ерекше тәсілмен жүзеге асыруымен сипатталады. Мемлекеттік басқаруда әкімшілік және экономикалық әдістер өте маңызды орын алады. Әкімшілік құқықтық әдістер бағынушылардың басқаратындардың еркіне бағынумен сипатталады. Яғни билік бағыныштылық оларда басқару қызметінің биліктік табиғатын өте айқын көрсетеді. Әкімшілік құқықтық әдістерді пайдалану басқару субъектісінің басқарылатындарға тура ықпал етеді. Бірақ басқарылатындарға әкімшілік әдісті пайдаланып ықпал еткенде басқарылатындардың, яғни бұл жерде бағынатындардың мүдделерін есепке алмау дегенді білдірмейді. Керісінше бұл жерде ғылым олардың мүдделерін ескере отырып пайдалануды ұсынады. Әкімшілік құқықтық әдістер мемлекеттік қауіпсіздікті, ішкі істерді басқаруда да ерекше орын алады. Әкімшілік құқықтық әдістердің мынандай түрлерін атап көрсетуге болады. Біріншісі көрсетілу нысаны бойынша әкімшілік құқықтық, яғни бұл жерде құқықтық нысандарда көрініс табатын. Келесі екіншісі әкімшілік ұйымдық, бұл басқару субъектісінің ұйымдастырушылық әрекетінде көрініс табады. Екінші нысаны бұл заңдық қасиеті бойынша нормативтік нұсқаулар, бұйрықтар, бағынушылардың қызметін реттейтін басқа да актілер жатқызамыз. Одан кейін жеке, яғни нақты орындаушыға берілетін өкімдер. Үшінші түрі бұнда басқару субъектілерінің мінез құлықтарына ықпал ету тәсілдері бойынша. Бұнда нақты әрекеттерді жасауға міндеттейтін әдістер, одан кейін нақты әрекеттердегі істеуге өкілеттілік беретін әдістер, әлеуметтік пайдалы әрекеттерді істеуге қолдайтын, яғни сол әрекеттерді істеуді қолдайтын. Одан кейін қандай да болмасын әрекеттерді істеуге тыйым салушы әдістер ретінде бөлінеді. Және соңғы бұл бұйрықтың нысаны бойынша императивті, тапсырушы ұсыныстар деп бөлінеді. Әкімшілік әдістердің мазмұнында яғни нелер жатқызылады, оның мазмұны неден тұрады деген сұрақ туындайды. Соған тоқталып өтетін болсақ, бұнда мемлекеттік басқару сферасында міндетті мінез-құлық ережелерін белгілеу, одан кейін нақты тапсырмаларды бекіту, лауазымға тағайындау, белгілі бір әрекетті жасауды ұйғару, белгілі бір әрекеттерді істеуге тыйым салу, белгілі бір әрекеттерді істеуге рұқсат беру, қоғамдық қатынастарға қатысушылардың заңды мүдделерін қанағаттандыру, материалдық санкция қолдану, стандарттарды белгілеу, тіркеу, бақылау мен қадағалау, материалдық және моральдық мадақтау, басқару қатынастарына қатысушылардың дауларын шешу, мемлекеттік тапсырыстарды дайындау, әкімшілік мәжбүрлік шараларын қолдану деп, яғни осы әкімшілік әдістердің мазмұнында көрініс табуға болады.